қазіргі Мекке қаласындағы Қағба бар ғой, дәл Қағбаның түбінде бір түйір тал ғана өсіп тұр екен да. Сол талдың түбіне өзінің әйелі Ажарды және емізулі баласы Исмайылды тастады да артына қарамастан кетіп бара жатыр дейді. Және олардың қолына бір торсық су мен бір жаңағы дорба құрма берді дейді. Сондай Ибраһим, бізді мына жерге тастап бара жатсың ба? Ешқандай жемісі жоқ, суы жоқ жерге дейді, үндемейді дейді Ибраһим алейхиссалам. Қарамастан кетіп бара жатыр дейді. Ибраһим, әлде бұл Алланың әмірі ма деп айтады дейді. Сонда Ибраһим, бұл Аллах тағаланың әмірі деп айтады. Неге артына қарамай кетіп бара жатыр Ибраһим алейхиссалам? Өзінің баласына, әйеліне деген мейірбандығы оянып кетуі мүмкін еді дейді. Қайтадан алып кетуі мүмкін еді дейді. Сондықтан сол жерге оны тастады, артына қарамастан кетіп бара жатты да жаңағы сөзден кейін дұға қылды дейді Ибраһим алейхиссалам. Ей Раббымыз, мен өзімнің ұрпақтарымды ешбір жеміс жидек шықпайтын бір ойпатқа тастап бара жатырмын деп айтады дейді. Аңғара, дым жоқ қой ана жерде, ешбір жеміс ештеңе шықпайтын бір ойпатқа тастап бара жатырмын. Я Алла, сен оларды өз қамқорлығыңа ала көр деген мағынадағы дұғаларды айтты дейді. Сөйтті де Ибраһим алейхиссалам Шамға қарай кетті дейді. Ал енді Ажар анамыз құрманы жеп болды, су таусылды, көкіректегі сүт таусылды. Сол кезде Исмайыл бала, емізулі бала, жылады, көкіректе сүт жоқ. Бала жылап жатыр. Сөйтті де Исмайылды емізулі орнына жаңағы талдың түбіне қойды да өзі Сафаның үстіне шықты дейді. Айналада біреу кетіп бара жатқан біреу көріне ма су ішетін деп. Сонымен Сафаның үстіне шықса, Маруа бар ғой, қарама-қарсы, екеуі де төбе. Сафаның төбесіне шықса, қарама-қарсы жерде Маруа деген төбе бар. Сол Маруаның үстінен бірдеңе жылтылдайды дейді. Су шығар деп Маруаға қарай жүгіреді дейді. Ана екі төбенің ортасын көрсеңіздер, иншалла ертең барғандар бар, мына жерде бармағандар бар. Көрсеңіздер, тастан, кәдімгідей өкшеңді орып жіберетін, тобығын сындырып жіберетін тастар, шиқыр тастар. Сол екі ортада жүгіріп жүр. Маруаның үстіне барып қарайды, Сафада бірдеңе жылтылдайтын сияқты. Сафаның ар жағында біреулер бар. Сафаға келеді, Маруаға келеді, Сафаға келеді, Маруаға келеді. Сонымен екеуінің ортасында 7 рет жүгірді дейді. 7 рет жүгірген сәтінде Исмайыл, жылап жатқан Исмайыл ғой, бала Исмайыл, дыбысы шықпай қалды дейді Исмайылдың. Балаға бірдеңе болып қалды деп төбеден түсіп жүгіріп барса, Исмайылдың табанының астынан Жебрейіл алейхиссалам қанатымен ұрып су шығарды дейді. Сендер еш қаймықпаңдар, бұл бала өзінің әкесімен Аллах тағаланың үйін салады бұл жерден деп айтады дейді Жабрейіл алейхиссалам. Сөйтті де сол жерден жаңағы су атқылап шығып жатқан кезінде Ажар анамыз келіп, зәм деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ай, Ажар анамызды Алла рахымын алсын дейді. Егер де сол сөзді айтпағанда, бұл жерден үлкен өзен шығатын еді деп айтты дейді. Аллах тағала Құран кәрімде мына күйеуіне бағынған, Алланың әміріне бағынған әйелдің берекетімен ана Сафа мен Маруаның ортасындағы нәрсені істеді? Қажылықтың рәсімі қылды ғой. Аллах тағала Құран кәрімде бисмиллахир-рахманир-рахим, инна сафа вал маруата мин шааириллах. Ақиқатында Сафа мен Маруа Аллах тағаланың белгілі бір нышандарынан дейді. Фаман хаджал байта ау иътамара фала жунаха алейхи ан яттауафа бихима. Егер де кім қажылық қылатын болса, немесе умра